Алан, мына мәтінге жоспар құруға көмектесші. Жоспар құру үшін мәтіннің бөлімдері, басы, ортасы, соңын ажыратып алу керек. Әр бөлім азат жолдан басталып жазылады. Әр азат жол жаңа ойды білдіреді. Менің мәтінім 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім. Бірде Досбол апасына еріп қалаға келді. Қала оған қатты ұнады. Әсіресе оны түрлі аңдар мекендейтін хайуанаттар бағы қатты қызықтырды. Екінші бөлім. Бір апта өтті. Досбол ауылын сағына бастады. Қайта-қайта апасын мазалай берді. Соңы ауылға келді. Мұнда Досболға бәрі ыстық болып көрінді. Достарымен құшақтасып қауышты. Дұрыс, енді осы мәтінге жоспар құрайық. Жоспар құру үшін бірінші, мәтінді 2 рет қайталап оқы. Екінші, мағынасы түсініксіз сөздерді сөздіктен қарап түсініп ал. Үшінші, мәтінді бөлімдерге бөл. Төртінші, олардың әрқайсысына қысқаша атау бер. Бесінші, әр атауды санмен, цифрмен белгіле. Түсіндім. Мәтіннің жоспары. Бірінші, Досболдың қалаға келуі. Екінші, оның ауылды сағынуы. Үшінші, достарымен қауышуы. Дұрыс па, Алан? Өте жақсы. Мәтін жоспарын сұраулы етіп жазуға да болады. Мысалы, Досбол қайда келді? Досбол неге ауылға қайтқысы келді? Досбол достарымен қалай қауышты? Есте сақта, жоспардың бөлімдері бір-бірімен жүйелі байланысу керек. Жақсы, есімде болады.